Assalomualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Бүгін мен қазір екінші экзаменimiz бітіп сол келіп тұрмын құстарыма. Мен қаздарыма жемдерін беріп тастадым. Мына аяғы суарылып жатыр. Ешкілерімді көршімнің ауласына не істеп қойдым. Апарып қойдым, қамап. Атырау бүгін жанып тұр. Әне жүр. Мә. Көріп тұрсыздар ма қазір? Міне жүр. Тауықтарымды көп түсірмей кеттім. Сұрап жатсыздар. Бәрі жақсы. Міне сол баяғы 27 тауығым ғой. Осы жем суларын жеп жатыр. Тауықтарым міне осы жерлерде. Ешкілерім осы жақта, ана ақ ешкім мына секіріп мына есікті сындырып тастады. Міне лақ осының үстіне секіріп мініп жүреді өзі. Сол санандай тереземді жерлеріне мінеді. Міне екі жем салғышы бар. Осы мына жерін жауып қоям. Бұлай ешкілер келгенде. Тауықтар жаман қорқады, бұлар да үркейді. Содан тумай қалуы мүмкін. Осы дала ыссы, бұлар негізі осы жақта, көбіне осы жақта жүреді. Іші салқын, осы қораның қоңыр салқын. Өздері осылай сулар шөлдеп қалған, дала ыссы. Осылай. Өздеріңіз тауықтарыңыз қалай, айтып кетіңіздер. Міне сол баяғыдай жақсы. Мына өздеріңіз айтып кетсеңіздер, мына тауықтар сатылса, сатсаңыздар, қаншадан сатасыздар, немесе сатып алсаңыздар, қаншадан сатып алар едіңіздер. Өз бағаларыңызды беріп жіберіңіздер. Міне бір жылдық тауықтар, жас тауықтар, даже бір жылға жеткен жоқ, 10 айлықтар. Тек осы екі ломын бұрауын 1,5 жылдық. Олардың өздеріне жақсы туып тұр. Көріп тұрсыздар, ол жүні бәрі не дегідей. Фермада уже 1 жылдан асып кеткендері уже не жүндері жоқ, түбіттері жоқ, уже не істеп атады ғой. Уже тумайды деген сияқты. Бракованныйлар 250-500 теңгеден сатады арзан бағада. Ал мен тауықтарым бәрі жас. Не брама шатыстары да бар, ірілеу. Міне әтештері де брама шатыс. Әйтеуір тегі брамадан келген ғой. Сосын араласып кеткен. Міне қаншаға бағалайтын едіңіздер, сатсаңыздар, немесе сатып алсаңыздар. 3,500, 4,000 жақсы баға ма, айтып кетіңіздер. Немесе одан көп. Негіз балапандардың өзі қазір 3,000-нан беріп атыр. 3-4 айлықтар базарларда. Ал мен туып тұрған тауықтар, молодняктар, 1 жылға жетпеген. Әділет деген баладан алған тауығым, алмастырып алған. Основном өз тауықтарым осы. Қара тауықтарым міне. Брама шатыс. Міне сары брама шатыс тауық. Осы суларын ішіп. Айтып кетіңіздер достар, қаншадан комментария жазып кетіңіздер, барлығына жауап беретін боламын.
Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып қолдап көтіңіздер. Қош сау болыңыздар. Міне осы достар.